Сәлем достар, бүгін бірінші сыныптың математика сабағы 116 сабақ. Сабағымыздың тақырыбы есептер шығару. Бірінші тапсырмаға қарайық. Балалар 10 адамға дастархан жайды. Қанша ас үй құралы жетпей тұр? Балалар, алдымен суретке қараймыз. Суретте кеселерді, қасықтарды және тәрелкелерді санайық. Алдымен кеселерді санаймыз. Бұл жерде барлығы 10 кесе бар екен. Қасықтарды санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Бұл жерде 7 қасық бар екен және 8 тәрелке бар екен. Енді қанша кесе, қанша қасық жетпей тұр, қанша тәрелке жетпей тұр? Қарайық. 10 адамға дастархан жайылып тұр. Бұл жерде кесе 10 дейді. Яғни бұл жерде кесенің саны түгел екен. Енді қасықты қарайық. Қасық 7. 10 адамға жайылғандықтан қасық та 10 болу керек. Бұл жерде 3 қасық жетпей тұр екен. Тәрелке 8 дейді. Тәрелке 10 болу үшін оған 2-і жетпей тұр екен. Ары қарай осы тапсырмаға қарайық. Қысқаша жазылуы бойынша есептер құрастыр дейді. Мына жерде қысқаша жазылу бойынша біздер мәліметтер жазып қойдық. Кесе 10, қасық 7, тәрелке 8. Енді бірінші сызба бойынша асына қарайық. Қанша артық деген есеп құрастыруымыз керек. Үстелге 7 қасық және одан 3-і артық кесе қойылды. Үстелге қанша кесе қойылды? Шешуін табу үшін 7-ге 3-ті қосамыз. 10. Жауабы кесе 10 дана екен. Енді әсін қарайық. Екінші сызба бойынша әсі деп алдық. Қаншасы кем деген есеп құрастыруымыз керек. Үстелге 10 кесе және одан 3-і кем тәрелке қойылды. Және одан 2-і кем, мына жерде қате кетті, 2-і кем тәрелке қойылды. Шешуін табу үшін біздер 10-нан 2-ні азайтамыз. 8. Жауабы 8 дана тәрелке қойылды. Келесі Б-сын қарайық. Біріншісі екіншісінен қанша артық немесе кем деген есеп құрастыруымыз керек. Б-сын үстелге 10 кесе 7 қасық қойылды және кесенің қасыққа қарағанда нешеуі артық қойылды. Табу үшін 10-нан 7-ні азайтамыз. 3. Жауабы 3-і артық. Келесі екінші тапсырмаға қарайық. Азық-түліктердің бағасының ең қымбатынан бастап, ең арзанына қарай жаз. Біріншісіне қарағанда екіншісі қаншаға қымбат екенін анықтау қажет болатын есеп құрастыр дейді. Енді мына жерде қарайық. Сармай 90 теңге, қант 50 теңге, нан 30 теңгелік, мына жерде бутерброд, одан кейін 70 теңгелік ірімшік, 100 теңгелік батон нан және 10 теңгелік бәліш. Енді осыны ең қымбаты бұл жерде 100 теңгелік батон, одан кейін 90 теңгелік сармай, 70 теңгелік ірімшік, 50 теңгелік қант, 30 теңгелік бутерброд және 10 теңгелік бәліш екен. Ең арзаны 10 теңгелік бәліш, ең қымбаты 100 теңге тұратын батон нан екен. Енді ары қарай үшінші тапсырмаға қарайық. Есепте досыңды тексер. 10 мен 5-тің қосындысы 15-ке тең. 18 бен 8-дің айырмасы 10. 19 бен 9-дің айырмасы 10. 20 мен 2-нің айырмасы 18-ге тең. Міне 20-дан 2-ні қалай азайтамыз, балалар? 20 санын 10 мен 10 деп аламыз. 10-нан 2-ні алсақ 8 болады. 10-ға 8-ді қоссақ 18. 15 пен 5-тің қосындысы 15. 20 мен 8-дің айырмасы 12-ге тең. 14 пен 2-нің қосындысы 16. 18 пен 6-ның айырмасы 12-ге тең. 19 пен 3-тің айырмасы 16-ға тең. Ары қарай төртінші тапсырманы қарайық. Теңдеулерді шеш. 18 пен x-тің айырмасы 8-ге тең. X-ті табу үшін 18-ден 8-ді азайтамыз. X 10-ға тең. Орнына қоямыз. 18 пен 10-ның айырмасы 8-ге тең. Келесі 60 пен x-тің қосындысы 100-ге тең. X-ті табу үшін 100-ден 60-ты азайтамыз. X 40-ға тең. Орнына қойып тексереміз. 60 пен 40-тың қосындысы
100. Ең соңғысын қарайық. X пен 20-ның айырмасы 40-қа тең. X-ті табу үшін 20-ға 40-ты қосамыз. X 60-қа тең. Орнына қойып тексереміз. 60 пен 20-ның айырмасы 40-қа тең. Ары қарай 5-ші тапсырманы қарайық. Шырындар мен нан өнімдерін таңдаудың қанша нұсқасы бар? Сатып алынған тауардың құны қанша? Бұл жерде балалар суреттерді қарайық. Мына жерде шырынның екі түрі бар. Біреуі 20 теңгелік шырын және біреуі 10 теңгелік шырын. Ал нан өнімдерінің 3 түрі бар екен. 20 теңгелік, 30 теңгелік және 50 теңгелік нандар бар. Енді 20 теңгелік шырынмен біз 3 нанның әр қайсысын аламыз. Сондықтан біз қанша теңге төлейтінімізді есептейік. Мысалы, 20 теңгелік шырын мен 20 теңгелік нан. 20-ға 20-ны қосамыз, 40 теңге. 20-ға 30-ды қосамыз, 50 теңге. 30 теңге деп тұрғанымыз, мына ортада тұрған 30 теңгелік нан. 20 мен 50-дің қосындысы 70 теңге. Сонда 20 теңгелік шырын мен нан өнімдерін таңдаудың 3 нұсқасы бар екен. Енді 10 теңгелік шырын мен нан өнімдерін алудың да 3 түрлі нұсқасы бар. Мысалы, 10 мен 20-ның қосындысы 30 теңге, 10 мен 30-дың қосындысы 40, 10 мен 50-дің қосындысы 60 теңге. Жауабы барлығы 6 нұсқасы бар екен. Сонымен балалар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.